Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңдар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз механорецепторлар және олардың түрлері. Ең бірінші анықтамасына тоқталамын және одан кейін олардың түрлеріне. Механорецепторлар дегеніміз сезімтал жүйке талшықтарының ұштарындағы рецепторлар. Әртүрлі механикалық тітіркендіргіштерге, жанасу, қысым, созылу, тербелістер, тағы басқа сырттан немесе организмнің ішкі мүшелерінде пайда болған әсерлерге жауап қайтарады. Олар терінің әртүрлі тереңдігінде және құрылымдық түзілістерінде орналасқан. Жанасу тітіркендіргіштеріне жауап қайтаратын механорецепторлар жылдам бейімделгіш және баяу бейімделетін болып екіге бөлінеді. Енді осы екеуінің түріне тоқталайық. Жылдам бейімделгіштіктерге терінің түкті бөліктеріндегі фолликулярлы түктердің рецепторлары жатады. Түксіз терідегі Мейснер денешігі және тері асты ұлпасында орналасқан Паччини денешігі жатады. Мен қызылмен көрсетіп қойдым, осылардың астарын сызбаңыздар, яғни ұбт-да сіздерге де осылар кездеседі. Паччини денешігі және Мейснер денешігі. Фолликулярлы түктердің рецепторлары мен Мейснер денешігі шамамен 30-40 Гц жиіліктегі, ал Паччини денешігі шамамен 250 Гц жиілігіндегі тітіркендіргіштерге жауап қайтарады. Екіншісі, баяу бейімделетін тері рецепторларына Меркель дискісі және Руфин денешігі жатады. Бұларды да қызылмен көрсетіп қойдым. Меркель дискісінің нүктелік рецепторлық алаңы болады, ал Руфин денешігінде тері созылғанда белсендіріледі, тіпті ол рецептордан біршама арақашықтықта орналасады. Енді келесі механорецепторлардың түрлері. Жаңағы мен айтып кеткен, міне қарасаңыздар қалай орналасады теріде. Меркель дискісі, Мейснер денешігі, Руфин денешігі, жаңағы айтқан. Одан басқа бұлшықет, бос шүйкелі ұштары, Краузе денешігі, Фатера, Паччини денешігі, Гольжидің және сіңір бөлімі көрсетілген. Енді осы жаңа түрлеріне тоқтала кететін болсақ, біріншісі ол жанасу механорецепторлары. Ол жануарлар мен адамдардың сыртқы жабынында орналасқан. Жабын деген тері, білесіздер, Олар жанасу механорецепторлары ол жанасуды, қысымды, созылуды, тербелістерді сезінеді. Механикалық тітіркендіргіштерді екі типті рецепторлар қабылдайды. Олардың біреуі механорецепторлары, екіншісі Паччини денешігі. Екінші түрі барорецепторлар. Олар қан тамырларда, жүректе, бірыңғай салалы бұлшықетті қуыс мүшелерде орналасып, қанның қысымының өзгеруі кезіндегі қарын немесе ішекте газ жиналғандағы созылуларға жауап қайтаратын механорецептордың түрі. Үшіншісі проприорецепторлар. Ол бұлшықет буын аппаратындағы орналасқан қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуы немесе босаңсуы кезінде созылуларға жауап қайтарады және арнайы емес және арнайы болып екіге бөлінеді. Келесі вестибулорецепторлар. Сіздер танысыздар, вестибула дегенді, яғни құлақтың құрылысында өткен болатынсыздар, бұны. Бұл денені немесе басты ию кезіндегі жылдамдық пен тербелістерге жауап қайтаратын механорецепторлар. Келесі қысымды бағалайтын механорецепторлар. Олар сыртқы әсерлерге салыстырмалы түрде баяу бейімделеді және уақытты ажыратуы нашар болып табылады. Паччини денешігі пайда болған тербелістерге жауап береді. Сонымен қатар Паччини денешігі саусақ таңбаларын қалыптастыратын тер бездермен кешенді түрде қызмет атқарады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.